Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазыдан манты жасайтын боламыз. Уйғурский манты. Менде осындай қазы бар. Осы қазыны жақсылап жуып алдым алдын ала. Енді біз осыны қабығынан алатын боламыз. Ішіндегі еттерін, майларын алып аламыз бірінші. Осындай бөліктерге бөліп, жақсылап турап мясорубкадан өткіземіз. Осылай бөліктерге бөлеміз. Осы қазының мен барлығын ішіндегі еттерін алып, осындай турап мясорубкадан жақсылап өткізіп аламыз. Енді мен осыны мясорубкадан өткізетін боламын. Осылай өткізіп аласыздар. Мен барлығын мясорубкадан өткізіп алдым. Енді біз жуа турайтын боламын. Жуаны көбіктеп турап, паршымыздың үстіне саламын. Менде қазыда бұрыш болғандықтан, ішіне бұрыш қоспаймын. Тек қана қызыл бұрыштан қосамын. Тұзы да жақсы болып тұр. Тұзды да аздап қосамын тек. Жуан екі жуаны көбіктеп турап паршымызға саламыз.
Енді біз осы паршымыздың үстіне мен 2 жуан турап осының үстіне салатын боламын. Осылай барлығын жақсылап салып аласыздар. Үстіне аздап су құямын. Сочный болу үшін аздап су қосу керек. Сонда мантымыз біздің ылғалды болып, дәмді болып шығады. Үстіне сұйық май қосамын. Қызыл бұрыш. Менің қазыда қара бұрыш көп болғандықтан құрамында қара бұрыш қоспаймын, тек қана қызыл бұрыштан қосамын. Үстіне аздап тұз саламын. Тұзы да нормально болып тұр. Сондықтан азғантай салдым. Сіздер енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша саласыздар ғой. Үстіне 1 жұмыртқа саламын. Паршымызды жақсылап араластырып алдым. Енді одан кейін біз тестімізді дайындайтын боламыз. Тестімізге осындай суға азғантай тұз салып, араластырып, тесті илейтін боламын. Тестіміздің суы салқын су болған жақсы. Енді біз үстіне 1 жұмыртқа саламын. Енді қамырымызды илей берсек болады осылай. Қамырымызды қатты алып және өте жұмсақ қылып илемейміз. Орташа етіп илейміз. Енді мен қамыр иледім, осындай болып шықты. Қатты жұмсақ та болған жоқ, қатты да болған жоқ, осындай орташа болды. Енді біз осыны бөліктерге бөліп, барлығын бірдей қылып бөліктерге бөлеміз. Осындай кішкентай бөліктерге бөлесіздер. Сосын домалақтап, барлығын домалақтап аламыз осылай.
Енді мен барлығын домалақтадым. Енді мен осыны дөңгелектеп жаятын боламын. Осылай жұқалап жаясыздар. Мантымыз жұқа болса, кішкене, біздің мантымыздың тестісі жұқа болса, өте дәмді болады. Сондықтан біз жұқалап жаятын боламыз тестісін. Жұқалығын осылай аласыздар ғой. Енді ішіне паршын саласыздар. Осылай басынан бастап бүге бастаймыз осылай. Міне біздің мантымыз осылай болады. Әрі қарай осылай жасай бересіздер. Өте қатты қиын емес, бүгуі өте оңай. Осылай барлығын осындай бір формада жұқа қылып, осылай бүгесіздер. Осындай болды жұқалығы. Біздің мантымыз, осындай қазыдан жасалған мантымыз өте керемет, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Енді біз мантымыздың ыдысын жақсылап майлап аламыз. Осылай майлайсыздар, болмаса асты жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай майлап алыңыздар. Міне менің мантыларым осылай бүгілді. Формаға осылай орналастырасыздар. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді біз мантымыздың гарнирін дайындайтын боламыз, подливкасын. Ол үшін мен жарты жуан алдым. Сосын морковь қосасыздар. Морковь пен жуаны майға жақсылап қуырып, тұз бұрышын өзіңіздің қалауыңыз бойынша салып қуырып аласыздар. Морковьті осылай теркіден өткізген кішкене әдемірек болады. Сондықтан теркіден өткізіңіздер.
міне менің мантым дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, жұқа, сочный болып шықты. Мен мантыны 45 минут аралығында пісіріп алдым.